Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Сұлу, және бүгінгі видеода, бүгін мен осы какой-то бір ойнайтын болмыз. Schoolboy Runaway деген болды ойын достар. Барлығы түсірді. Мен ең соңғы болып қалып қойыппын достар. Егер кешіріңдер, әрине біз енді бұл ойынды бастайық. Мен бұл ойынды достар практикада ойнаймын. Өйткені қиын ғой енді, Неқті достар, дауысы кішкенесі жазылмай қалды. Өйткені мен де білмеймін жазылмай қалғанын. И, мен бұны аз өзгере жасап отырмын. Ең алдымен, достар, мына жақта Андрей Митчелл ойнап отыр екен, и бізді оны достар шақырып жатыр. Бірақ достар, мен бұның барлығын естіген жоқпын, өйткені білмеймін, мен естімей қалды телефонда. Мама, маған тұруға бола ма? Мен досым шақырып жатыр. Бізді шақырып жатыр мына жерде. Сабағын істедің ба? Иә, барлығын істедім. Күндеріңді тақып келді онда. Бұл не екі? Мына жақта, мына жақта айтыпты. Сен шо қыдырайын дедің ба, ұялмайсың ба, бар сабағын қарай. Мен негізі мұндай болсам, машина алға шығып болшы едім. Адам да ұят деген болады достар. Ол бүгін шықпайды. Ағам негізі дұрыс қой. Енді қарай, егер сен тағы да шығуға барсаң, мен сенің бытшың шығарам дейді. Қолға қарасыңдаршы. И, біз кеттік достар, мына жерде менің көзім дұрыс көрмей тұр, мына жақта. Ладно, тастаңдар. Математика достар, мама ұшақ тұнамайды. Так, бізге бірдеңе айтып жатыр мына жақта. Так, біздің үйде вообще не бар? Бізге достар бір-біріне бас деп тұр. Бірақ ол не? Достар, мен әлі бас алмай тұрмын, не екенді білмей тұрмын анаң ше. Так, ну ладно достар, қоя берейік. Ойбай, шошып кеттім, мына жақтан біреу келді ма деп. Ал енді так, мынау не вообще? Дұрыс көрмей тұрмын анаң не екен. Ал енді біз бөлмеге қарасақ, барлығы нормал сияқты. Айтпақшы достар, мен қазір қалай қашады деп сұрап отырсыңдар, бір тиктоктан бір лайфхак көргенмін негізі. Осыны басып тұрған кезде ана мамамыз ашуланып сразу шығып кетеді далаға. И ана балалардың жағына барғанда біз қашып кетеді екенбіз негізі. Мен білмеймін қанша рет басу керек, бірақ көп рет басу керек деді ше. Ал мен осы ойынды көп ютуберлерден қарадым, Арманиядан көрдім, досым жанынан көрдім, Нұрланнан көрдім, көп адамнан көрдім, бірақ өзім ойнауға духым жетпей тұрғаны бар енді. Бұл кім болды дейді. Негізі мен болған, мам кешір. Так болды. Ё-моё. Бізге артқан жоқ деп ойлаймын. Бізге келсе мен сразу қашып кетем ғой, ё-моё. Бірақ тесілді қылайықшы, бізге қас кесе бытшым шығарып мына әкеміз. Еще мынау Андрей деген ұлы ғой. Если қыз болса, мамасы бытшын шығарып өткен, әкесі өзінің қыздарын ұнамайды, Айтып тыныш сабақ қарап отыра беруге болмай, мамаға ұнамайды былай қашып жүрген. Мына баланың орнына осым тыныш отырушы үйде. Адам құсап. Хотя телефоннан көрмейсің ба, еба туториал деген бар ғой, сабақ. Деп құрсын тасыстырмаған дейсіз басаяқ, ана есіктің артынан тұруға да мен сәл қорқып тұрмын ше. Кеш бұл тез еба. Келесің ба жоқ? Они инвалидовы команды дейді. Достар, 2 сағаттан кейін оралатын боламыз. Достар, мен бұл жақта, қашып кеткен болатын. Көп рет бастым, и одан кейін доқпыштамай кетіп қалмайық. Өзім бөлмені тексерейін деп кеттім, өйткені әкеміз туалеттің ішіне кіріп кетті. И мен өзім бөлменің ішін аралап жүрмін, не бар, не жоқ деген сияқты. Негізі мына ноутбуктың, компьютердің паролін мен білем. Андреш 2002, немесе Андреу, білмеймін не, тез ашылсын, Андреш 2002 деп жазамыз. Сразу көргенде бізде достар неқта метель бар екен, прикиньте, метель бар. Оны ойнай аламыз екен, бірақ оны ойнауға тұқ жетпей тұр негізі. Өз зорғамнан практикада ойнап жатырмын, қалай метельді ойнаймын. Ал енді қайттан басамын, сен басқа істейміз. Дейді. Осындай моментте сразу өзім бөлмеге кетіп қалуым керек қой. Өйткені мама жүгіріп келсе қаз. Мәссаған. Тьфу дейді, Сәшіндер ойлап қалмаңдар, мен мына жақта ұстап алған шығар. Жоқ, құрсын өзім талдай отырмын бір бөлмеде. Мына жақта достар, мен әлі қорқып отырмын, мына жақта шығуға өзім комнатадан. Просто осылай отырмын мына жақта. Есіктің артында просто. Осы шырылдағанда менің жүрегім ұстап қалады ше, ё-моё.
осы жерде тып-тыныш сабақ қарап, одан кейін бір апталыға шығатын деген концовка жоқ. Ондай концовка болса, мен смело ұтып беретін едім негізі. Мынау 3-ші сыныптың кітабы екен, 6-шы ма, 5-ші ма, білмеймін, короче, кеттік. Қайтадан шығайық, басқа не істейміз, енді отырамыз ба былай. Давай. Опа, басылды ма, жоқ па? Басылды. Дейді ол. Достар, неге ата-анамыз бізді тексермейді? Оларға қызық емес па? Сонда біздің сабағымыз, не істеп жатыр, анау қайда деген сияқты. Менің ойымша әлі бізді тексермейтін сияқты. Бірақ мен бәрібір отыра беремін мұнда. Айтпақшы достар, сендерге осындай видеолар ұнай ма? Мен осы сөйлеп түсірген сияқты. Өйткені мен қазір қайта түсіріп кеттім. И мен мұндай видеоларды қоншалықты көп түсіре бермеймін. Короче, қыртпай тез-тез мынаны басайық. Кетейікші құрсын мына видеоны. Тез-тез бітірейін мына видеоны. Эпизодымда ұзақ отырып кеп тұрған жоқ. Мен неше рет басқан есімде жоқ. Бұл видео вообще 20 минут болды. 20 минуттан асып кетті атауы. Бірақ мен бұл видеомен 8 ба, сонда 6 минут болып шықты ғой. Уже сенесіңдер ма? Тез басайық. Баш болды. Адам басқа сөз білесің ба? Сен өзі басқа сөз айтшы, адам қорқыта бермей. Есікті аштың ба, жоқ па? Аш десе адам қаншпен. Ой, ашпапты ғой. Аштың ба, жоқ па? Құрсы отыра берейікші. Короче, мен соңғы рет басып жатырмын деп ойлаймын. Уже шаршап кеттім. Баса беріп. Ал, давай көрейік. Мама. Юху, ашы давай, ашы есікті. Ой, ашпайсың ба неме? Аламсың өзі. Аш тез. Такс. Мен соңғы деп ойлаймын өзім. Өйткені мен шаршап кеттім. Мұнда отыра беріп. Давай, мам. Ашты есік, давай. Давай жүгір. Жүгірген осы ма сенің? Жүріп келе тұрып қойып, давай жүгір тез. Бол. Иттің баласы. Жүгірсейші адам ұсап. Давай жүгір. Біз емеспіз дейді. Ал, ладно. Давай жүгірсейші иттің баласы. Так, көрсіздер біздің үйтіп осылай ұтып кеттік. Негізі мен үшін болу өте қиын болдық. Қуып кетсеге. Короче, ұттық. Мынау 5-ші концовка, 8 концовка бар екен. Мен олардың тек 3-уін ғана білем, негізі. Скриншот жасап алайық, достар, бәрібір. Салу керек қой ютубқа ма бір жерге. Ал достар, сендермен бірге болған мен сұлу. Осындай видеоларды түсірейін ба, оны комментария жазып кетіңдер. Ал ендеше сау болыңдар.